Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Мерғали Дүйсен, бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, менің YouTube каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды басып, мені қолдай отырыңыздар. Наргенже, ей махаббат. Мына өмір не болып кетті өзі? Мен ойластырғаннан басқа жағдайлар көбейіп кетті ғой. Өмір деген 180 градусқа өзгерейін десе, 1 секундта екен ғой деп, шалқасынан түсіп ойланып жатқан Өмірбектің санасы сан-саққа кетіп жатыр. 2 күн бұрын алаңсыз, ойында түк жоқ жас жігіттің көкірегін үрей ме, жоқ күдік пе бірдеңе тесіп барады. Жылға жуық уақыттан бері бұл бір қызды ұнатады, сүйеді. Ол қыздың да бұл дегенде шығарда жаны бөлек. Аты Еңлік. Өмірбек үшін әлемде жалғыз сұлу бар. Ол Еңлік. Еңлік десе Еңлік. Төңкеріп қараған мөп-мөлдір қара көздері, анау-мынау адамды естен тандырарлықтай. Қардай аппақ дидарын күлімдетіп, мойылдай қара шаштарын иығына бос жайып бұраң-бұраң билегенде, жігіт атаулы жарыққа ұшқан көбелектей ұмтылысады. Ондайда Өмірбек бірден беттерін қайтарып, аққудың қасында қыраны барын сездіреді. Екеуінің таныстығы да қызық болды. Бұл өзінің құрдасы, досы Әнуармен базар жанындағы әлем дүкеніне кірген. Алып бара жатқан үлкен дүкен емес, бірақ бір ауылда азық-түлік сатумен айналысатын әлем дүкені бірнешеу. Содан ба бұлардың тауары тез өткіш деседі. Міне сол дүкеннен сушняк пен шемішке аламызда шығамыз деп, Әнуар қоярда қоймай алып кірген. Әнуардың жүрісі алаңға сарлау, сөзі түйеден түскендей, ойына бірінші не келсе тілінің ұшында сол тұрады. Дүкенге де жағаласқандай болып кірген екеуіне кірген жерде кассада тұрған қыз жақтырмай қабақ шыта қаратты. Әжептәуір жігіттер, бала сияқты жағаласып кірген несі? Бұл жерде сіздерден де басқа адамдар жоқ па деп ренішін білдіргендей болды. Бұл Әнуарды түртіп қалып, жайласайшы, жұрттың көзінше сөз естідік қой деп еді. Әнуардың арыны басылама. Родной, каждый қалпақ қыз сөйлет деп уайымдай берсең, тез қартайып өтпей қаласың деп мазақтай күлді. Кассадағы қызда қайтпас екен. Родной, қалпақты айнадан көресің деп тарс еткізді. Мә, мұнаны маған айтып тұрма? Ема, пипец деп енді күшенгелі жатқан жерінен Өмірбек тістеніп, болды, тоқта. Ендің артық болады. Осыдан бірдеңе десең, енді сен мен дүкенге кірмеймін деп сыздана сыбырлады. Өмірбек сирек ашуланады, бірақ ашуланса, кім-кімге де дұрыс жауап беретін жігіт. Сол мінезін білетін Әнуар сап тиылды. Сонымен бұлар сушняктарын алып шығарда есептесіп тұрғанда, Өмірбек кассадағы қыздан біздің дөрекілігімізді немен жуып шаюға болар екен? Сіздей әдемі қарындастың көңіліне кірбің түсіргенімізге қатты ұялып тұрмын. Айтыңыз, осы дүкеннен қалаған нәрсеңізді алып берейін деп қиылып еді. Әнуар қарқылдап күліп есіктен шығып кетті. Ал кассадағы қыз жуып шаймай-ақ қойыңыз. Айтылған сөз атылған оқ, атылды кетті. Әрбір әйленкестің сөзін өзіме қабылдай берсем нем қалады? Ол досыңыз сізді де өз қатарына қойып кетті. Себебі қазақ айтады, досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтам деп. Сондықтан түк қиналмаңыз. Досыңыз екеуіңіз біздің дүкенге келіп тұрыңыз. Біз сіздерді әрқашанда қуанамыз деп әдемілеп жауап қайтарды. Қайтарып тұрып сойып салды. Өзі әдемі, өзі сауатты қыздан әдемі жауап естіді. Өмірбек әлі де тұра берермет, есікті ашып Әнуар жылт-жылт етті. Одан қалса кассаға кезек тұра бастады. Бұның бар тапқан ақылы, окей, шақыртуыңыз қабылданды. Енді тек сіздерге келетін болам, деп сыртқа шықты. Шынымен де Өмірбек дүкенге келуді жиілетті. Сәл нәрсені сылтау етіп келе береді. Сөйтіп 1,5 ай дегенде телефон нөмірін алды. Әнуарға әлде қашан кешірім сұратқан. Бұлармен араласып достасып кеткен Еңлік өз орталарының көркіне айналды. 7-8 ай бірге жүргесін, күнде араласып қайда барса да, екеуі үнемі бірге жүріп тұрғасын, бір-біріне деген сезімінің нық екенін түсінді. Өмірбек
енді үйленіп отбасын құруды ойластырып, анасына шет жағасын естіртіп көрген. Анасы салған жерден қой құрысын, дүкенші деген несі? Сенің басыңды айналдырып тиіп алайын деп жүрген біреу шығар. Не көп, алаяқ көп қазір. Құрсын аулақ жүр. Әкең де құптай қоймас. Әкең өзіміз құда түсіп алып береміз деп жоспарлап жүр ғой. Ол кімнің қызын қалап жүргенін қайдан білесің? Жалғыз түйір ұлымызды көрінген көк етектіге үйлендіріп не көрініпті? Жоқ, асықпа. Алам десең, жөні түзу қыз табылар. Ар жақ бер жағы таныс, көз көрген, көрегенді жермен құда болайық. Солай балам, осы әңгімені осы жерден жабайық, деп меселін қайтарып тастады. Әкеге не десін? Әкесі көп сөйлемейтін, өзімен өзі тұйық, осы ауылға сыйлы белгілі азаматтардың бірі. Ол әлбетте қарсы болатын шығар деген ой миын шаршатып жіберді. Ол аз болғандай кеше еңлік бұған тест тапсырып едім, екеуміз қос жолақты басып кетіппіз деген. Бұл өзі рульде келе жатқасын аса мән бермей, ненің тесті? Права алмақсың ба? Права алып менен мәхірге көлік сұрамақсың ба? Деп күлген. Еңлік, көлікті тоқтатшы, саған айтар сөзім бар дегесін, бұл асфальт жолдың шетіне шығып тұрды. Еңлік бұған көздерін тіке қадап отырып, білмеймін қалай қабылдайтыныңды, бірақ сен білуің керек, сен әке боласың, екі жолақ деп отырғаным сол, мен екі қабатпын, деп міз бақпастан тесірейіп отыр. Әуелде ойыныма деп қалған Өмірбек, сүйіктісінің бетінен ешқандай ойын нышан сезбегесін, сасқаннан менен бе дегенде жағына шапалақ сарт етті. Жоқ, ауадан, ақымақ деп көзінен жас бұрқ еткен Еңлік көліктен түсіп жүгіре жөнелді. Бұл оқыс нәрсе қабаттасып келгесін есеңгіреп қалған Өмірбек не істерін білмей мәңгіріп қалды. Содан соң барып Еңлікті іздеп бастады. Көлігінен түсіп жан-жағына көзбен сүзіп шықты да жүгіре басып айналаны қарады. Жоқ. Жалма-жан жанындағы телефоны есіне түсіп соғып еді, алмады. Барған қоңырауды лақтырып тастай берді. Тағы бір-екі рет соққаннан абонент байланыс аясынан тыс жерде болды. Енді қайтпек, баланың өзінікі екенінде шүбә жоқ. Танысқалы қасында жүр. Қыздың тап-таза пәк екенін алғаш сезінген өзі. Алғашқы жыныстық қатынастарына да 2 айдай уақыт болып қалған. Соның бәрін ойлап, әрине менен неткен ақымақ едім. Кешірші жаным, сүйіктім, көрінші көзіме деп көбірлей жүгіріп іздеп кетті. Қуыс аралықпен Майлин көшесінің жолына жаяу жүгіріп шығып еді, таппады. Көлігіне қайта келіп, базар жақтағы дүкеннен табармын деген оймен алға жүріп еді, алдында әйелдердің сәнді киімдері сатылатын дүкеніне көзі түсіп, жүгіріп оған да барды. Жын ұрған адамдай алақ-жұлақ етіп, адамдар арасын бір сүзіп шықты. Жоқ екен. Көлігіне отырып дүкенге барды. Бұнда келмеген. Дүкенде қасында бір жұмыс істейтін қызға телефон соқтырып еді, байланыс аясынан тыс жерде. Бұған ренжіп, өзіне өзі бірдеңе жасайма деген қорқынышты ой санасында жылт етуі сол екен. Бұл көлігіне міне салып, Еңлік тұратын Сәтпаев көшесіне тура тартты. Келерін келіп алып, қалай кірерін, не айтарын білмей тұр. Нар тәуекел деп ауласына кірді. Бұл үйде ит жоқ екенін жақсы біледі. Темір есікті ақырын тартып еді, ашылып кетті. Қазақ үйінің бір жақсы осы. Үйде адам болмаса, күндіз үй кілттенбейді. Тықырын білдірмей ауыз үйге көз тастады. Аяқ киімі тұр. Үйіне келген екен. Есікті іш жағынан тақылдатты. Үстінде қоңырқай халаты бар Еңліктің жеңгесі шықты. Бұны көргеннен сұқ саусағын еріне тигізіп, тыныш дегендей белгі берді. Бұған шыға бер дегендей белгі беріп, өзі ере шықты. Сендерге не болғанын білмеймін, бірақ көз жақсым жылап бөлмесінен шықпай жатыр. Ата енем білмейді. Не, ұрсып қалдыңдар ма? Байқа, көз жақсымды ренжітсең оңбайсың. Оның өзіне жетер мінезі бар. Не болды? Неге ұрыстыңдар? Тым жақсы болып таңертең көлігіңе мініп кетіп еді ғой деп, бәсең дауыспен сөйлеп тұр. Ұзақ әңгімеге уақыт тығыз екенін білген Өмірбек, Еңлік менен екі қабат. Бағана соны айтқанда мен түсінбей қалдым.
Соған ренжіген ол қашып кетті. Жеңгей, оған түсіндіріңізші, айтыңызшы, мен оны сүйем. Маған онсыз өмір жоқ. Мен оған үйленем. Ол болмаса маған өмір керек емес. Құдай үшін айтыңызшы деп, даусы дірілдеп, жыларман болып тұр. Жеңгейдің түрі сұп-сұр болып, бір сәтке не дерін білмей қалған адамның кейпінде қалды. Ой бұ, енді қайттік. Аға соның екіқабат екенін естісе, мені өлтіреді. Атам атылып өлетін шығар. Қасқа, енді қайттым. Көз жақсым-ау, не бүлдіргенсің, ойбай деп көзінен жас моншақтап кетті. Жеңгей, бүгін шықса бүгін, ертең шықса ертең мен оған үйленем. Құдай үшін шығарып беріңізші деп тыпыршып бұл тұр. Ойбай, енді қайттым. Екі ортада мен өлетін болдым-ау. Мен қазір оны шығара алмаймын. Былай істейік. Сен қазір кет, үйіңе барып, әке-шешеңмен сөйлес. Құда жібер. Мынау у шықпай тұрғанда алдын алайық. Телефоның бар менде. Көз жақсымның хабарын жеткізіп отырам. Бүгіннен қалдырма. Қалдың, біттік. Біреу өледі. Сөйт, бар енді, жылдамдатып құдаларды жібер дегесін, Өмірбек салы суға кетіп, үн жырғасы түсіп, сөлбірейіп келіп көлігіне отырды. Енді не істеймін? Әке-шешем қарсы болса, құда жібереме? Айғайдың көкесі күтіп тұр ғой мені. Бірақ еңліктің жағдайы менен миллион есе қиын ғой. Жоқ, еңлікті ешкімге бермеймін. Нағыз болмаса Каспийден кредит шешіп алып, басқа қалаға кетерміз. Не болса да, үйленем оған деп, іштей бекінген ол үйіне жетті. Әкесі түскі асын ішіп болып, бөлмесінде демалып жатыр екен. Анасы ас үйде ыдыс-аяқтың айналасында күйбеңдеп жүр. Қайткенде де еңліктен бір хабар естейін, сосын әке-шешеммен сөйлесейін. Кешке дейін хабар берер. Еңлік болмаса, жеңге хабарласар деген оймен бөлмесінде ерсілі-қарсылы жүрді. Сосын төсекке жата кетті. Түскі асқа бөлмесінен шықпаған баласынан хабар алуға келген анасы Өмірбектің теріс қарап ұйықтап жатқанын көріп, үнсіз кетті. Өмірбек ұйықтаған жоқ еді. Ойғамап, санасы сансырап, миы дал болып жатқанда. Телефоны дзың етті. WhatsAppпен хабарлама келді. Еңліктің жеңгесінен екен. Жандармен ашып еді. Наргенже Серікбаеваның «Ей махаббат» әніне түсірген клип екен. Клипті қайталап 2 рет көрген Өмірбектің жүрегі езіліп, жылағысы келді. Соңынан, мен алғашқы махаббатымнан айырылуға тиіс емеспін. Оның үстіне, менің балам бар емес пе деп, ойлап орнынан тұрғалы жатыр еді. Бөлмеге әкесі кірді. Жаңағы әнді қайдан тыңдап жатырсың? Наргенженің даусы ғой. Керемет әнші. Даусы ашық, тұла бойыңды шымырлатып жібереді. Мен өмірде 2 әншінің әнін сүйем. Біреу осы Наргенженің әндері, екіншісі марқұм Мәдина Ералиева еді. Маған WhatsAppқа жіберші, анаң екеуміз тыңдайық деп есікті жауып кетті. Әкесінің WhatsApp'ына жаңағы клипті жіберді де, бөлмесінің есігін сәл ашық қалдырды. Әкесі мен шешесі тыңдап болып, өзара пікірлесіп отырау деген сәтте, бұл олардың қасына барды. Әке шешесі үнсіз отыр екен. Не ойлап отырғанын кім білсін. Қастарына келген бұған аса көп мән бермеді. Өмірбек, папа, мама, мен үйленетін болдым. Анықтап айтқанда, үйленбеске болмайтын болды деп, басындағы бар әңгімені айтып берді. Анасының аузы ашылып аңтарылып баласына бір, отағасына бір қарап отыр. Әкесі жаңағы әннің әсерінен шыға алмай отырма, әлде тосын хабарды миына сыйғыза алмай отырма, әзірге үнсіз. Оның үнсіздігін жақтырмағаны деп ойлаған анасы шыдамады. Айттым ғой балам, ол сенің мойныңа артылып қалғалы жүрген алаяқ болмасын деп. Қандай ойы бар екенін қайдан білесің? Бала сенен бе, басқадан ба толық көзің жете ме? Деген анасына не деп жауап берерін білмей, ішкі эмоциясы сыймай, енді айғайлап жарылғалы отыр еді. Әкесі, бер қара, көзіме тура қара. Бала анық сенен бе? Ертең жаңылыстым деп жылап жүрмейсің бе? Деп қатты нығыздап сұрады. Әкесінің бұндай жүзін өмірінде бірінші рет көруі. Жүзі не ашуланғаннан емес, не қуанғаннан емес, көздері шөлмектей жансыз, жақ сүйектері шодырайып кеткен. Тістеніп отырғаны беп белгілі. Құдай бар әке,
1000% көзім жетеді бала менен. Папа, мен ол қызды сүйем, ол да мені сүйеді. Онсыз өмірімді елестете алмайым. Рұқсат бермесеңіздер, басқа қалаға кетем. Мен оны алуым керек. Мен оны сүйем деп ашына ышқына жауап берді. Енді не болар екен? Деп екеуінің бетіне кезек қарап анасы отыр, жалтақтап. Әкесі телефонын алып біреуге соқты. Алло, не ғой? Мен түс қайта жұмысқа бармаймын. Отбасылық тығыз шаруам шығып тұр. Жоғардан біреу сұраса айтарсың деп телефонды сөндірді де өзінше қайта біреуге соқты. Алло, аға, ассалаумағалейкум, үйдесің бе? Алда берген ағаны алып біздің үйге тез жетші. Жеңешемді де ала кел. Жолдан Есақаңа соғып кел. Ол да келеді. Қой, аманшылық. Бір проблема шығып тұр. Соны ақылдасайын деп. Жоқ, өзіміз ың-шыңсыз дабыра қылмай реттеуіміз керек, деп Өмірбектің күдерін әбден үзіп барып күлді. Олай болатын болса, не отырс? Тойға дайындалайық. Құтты болсын балам. Сен қателеспеген шығар деп үміттенем. Наркенженің махаббаты мені қателестірмеген шығар. Ең алғашқы махаббат махаббаттың патшасы дейме, деп орнынан тұрып баласын құшақтады. Мамасы, отағасы, қалай болар екен? Сырым білмегеннің сыртынан жүрме дейме? Ертең қайдан тап болды күйге түспейміз бе? Қанша айтқанмен жалғыз баланың тағдыры емес пе? Деген қорқыныш білдірді. Қорықпаш, бәрі жақсы болсын деген тілек тілейік. Жаңаға Наркенженің әнін тыңда. Тыңдап отырып өткен өміріңді есің ал. Мына баланың атын неге Өмірбек, соны есің ал. Сенің алғашқы 3 балаңда түсіп қалған. Сол кезде маған қанша адам келіп, сенен ажырас, басқа дені сау әйел ал деп ақыл берген есіңде шығар. Мына бала 4-ші құрсағың, 7 айлық емес пе? Бұл да өліп қалар ма екен деп қорқып, атын дуалы ауыз айтқұл шалға қойдырған жоқпыз ба? Мен сол кезде тумайсың, түсік тастай бересің деп ажырасып кеткенде, осы сәттерді бастан кешірмедік, жаным-ау. Не болса да қайырымен болсын. Балалардың бетін қақпайық. Ана болашақ келініміз нендей күйде екен, бейшара бала. Үздіксіз жылаумен жатқан шығар, алданып қалдым деп. Сондықтан жылдамдатайық. 2 жасты қосуға талаптанып, клиппен жеткізіп отырған жеңгесіне жақсы бір сый дайында. Кейде бір ауыз сөз 1000 сөзден артық болады. Мына Наркенжедей аяулы әншінің әні жаныңды тербетеді екен. Еріксіз өткеніңе сүйрейді екен. Солай жаным деп телефонға отырып ағайынға хабар салуға отырды. Есейгелі естік беле жатқаны жігіттерге көп үйір болма. Алданып қаласың. Абыройың төгіледі. Ел жұртқа масқара боласың. Бізді қара бет қыласын деген болғасын, еңілік өлуге бел буғанда. Сүйіктім, болашақ жарым деп жүрген адамы ішіндегі баланы менен бе деп күмәнданды. Ол алмаудың, үйленбеудің сылтауы. Болмаса, Өмірбек екеуінің арасында қыл өткен жоқ. Танысып араласқалы бірге жүрді. Сүйем, өмір бойы бірге боламыз деп ант берді. Соған сеніп, бойындағы бар асылын сыйламап беді. Енді келіп, менен бедеуі, ол қашудың белгісі. Уышып өлсем бе, жоқ қораға барып, асылсам қалай болады деп, ой шетіне жете алмай отырған. Еңілікке де жеңгесінің жіберген клипі сәл де болса сабырға шақырған. Есін жиып, сәл өз-өзіне келгесін бір ұрттам су ұрттап, өмірді қимай отырған еңілікке жеңгесінің түс қайта құдалар келеді. Құтты болсын көз жақсым деген хабарламасы келгенде басы айналып төсегіне қисая кетті. Еңілік жылап жатыр, арасында күліп жатыр. Жылайтыны бір сәттік қорқынышқа еріп, өзінде, ішіндегі сәбейінде өлтіріп тастақсы келгеніне өкінді. Күлетіні бұның алғашқы махаббаты алдамапты. Соңы. Бұл өмір кейде күлдіріп, кейде жылатып алға сүйреп келеді. Махаббаттарыңыз баянды болсын. Оқиғада адам аттары өзгертілген. Сәйкес келіп жатса, кездейсоқтық деп қабылдарсыздар. Авторы Мұрат Кенжебаев.